есін ашқанда беті қап-қара болып кеткен екен. Мамасы көрді деп жылап бұрылып кетті, ары қарай қарай алмады, жүрегі шыдамады. Басының астына қолымда қарағанда бас сүйегінің сынғанын байқадым. Ұстағанда басы жұп-жұмсақ, мына шүйде тұсы. Шашы түгел су, басы қоқым екен. Сол жағының сынғанын байқадым. Ернін бүйтіп ашып едім, аузы қан екен. Құлағы да жарылған. Қанды оқиға маусым айында Баласаз ауылында болған. Олар күдікті ауыр жарақат алған әйелін терезеден құлап кетті деп кінәсін мойындамай отыр деп күйінеді. Бірақ Айзат Жұманованың мәйітін көрген жақындары бұған сенбейді. Менің қызым бір ауыз сөз осынға шейін айтып көрмепті. Бір ауыз сөз айтып көрмепті. Енді ғана елден естіп жатырмыз ғой оның соққанын. Айтпаған, қоймаған. Мен айтса мен басқаша жағдай болушы еді ғой мен. Мен қызымды ондай азапқа жібермеуші едім. Жуастығын басында қызымның. Маған нетіп тұрғаны мен емес деген әңгіме. Біріншіденші, сонда оны қалай енді не жасап жарайды, өзі құлап қалса чүйдесін етсе мен оны ештеме демес едім. Мен анандай дүниеден мен білмеймін, мен қалай болса да мен шындықты талап етемін. Шындыққа көзім жеткізгім келеді. Мен қызымның артынан жаман сөз еткізгім келмейді. Қара жамылған отбасы Айзаттың артында 2 жасар қызы қалғанын айтады. Ол күдікке ілінген күйеуімен 3 жыл бұрын шаңырақ көтерген. Марқұмның анасы осы күнге дейін қызының шағымданбағанын, күйеу баласының да оғаш қылығын байқамағанын айтып отыр.